Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ұстаздар. Біздің өзін басқару парламентінен алғыс айту күніне орай челлендж жүріп жатыр. Және де біз барша мұғалімдерімізге алғысымыз шексіз. Сәлем, аты жөнің? Қасымжан Ислам. Қай сынып оқисың? 9-га. Бізде өзін басқару парламентінен челлендж жүріп жатыр. Алғыс айту күніне орай, сондықтан кімге алғыс айтасың? Эльмира Қадырынова. Сосын ата-анаңа. Мамама. Сәлем, қай сынып оқисың? 9-ба. Аты жөнің? Жұман Санжар. Бізде өзін парламенттен челлендж жүріп жатыр алғыс айту күніне байланысты, сондықтан сен кімге алғысыңды білдіресің? Алғысымды Нұрисламға. 9-гадан. Сосын мұғалімдерге? Мұғалімдерден Гүлжан Қатырынаға. Сынып оқушысың, аты жөнің? Аты жөнім Есена Гүлнар, 11-ші сынып оқушысымын. Бізде өзін басқару парламентінен челлендж жүріп жатыр алғыс айту күніне байланысты. Сен осы мектепте немесе туған-туысқандарына алғыс айтсаң? Мен алғысым шексіз Эльмира Қуатовна және Нұргүл Қатырынаға, өте жақсы мұғалімдер. Саламатсыз, Бауыржан ағай? Сәлеметсіз. Бізде өзін басқару парламентінен алғыс айту күніне орай челлендж жүріп жатыр, және де сіз кімге алғыс айтасыз? Құрметті оқушылар, біріншіден осы өмірге аман-есен жаратылғандарың үшін Аллаға рахмет айтам. Сендердің ата-аналарыңа рахмет айтам, алғыс айтам. Сендерді аман-есен осы өмірге келіп, тоқытып атқандарына. Мектептің ұжымына алғыс айтам. Мектептің парламентіне, оқушылар парламентіне Гүлназ бастаған белсенді оқушыларымызға, тәртіпті тәрбиелі оқушыларымызға, тәртіпсіз оқушыларымызға да алғыс айтам. Өйткені ол бала болғасын, ол шалау жасайды. Барлығыңызға алғысымыз шексіз. Осы өмірге келгеніміз үшін, осы өмірде өмір сүргеніміз үшін, бейбіт өмірде, егеменді Қазақстанда бейбіт өмірде өмір сүргеніміз үшін бәрімізге де алғыс айтамын. Рахмет, сізге рахмет ағай. Сәлем, қай сыныптансың және де аты жөнің? Мен 10-шы сынып оқушысы Мирхан Елекпін. Жақсы, бізде өзін басқару парламентінен алғыс айту күніне челлендж бастадық. Және де сен өзің кімге алғыс білдіресің? Мен Тамир Нұрсұлан қызына информатика пәнінен беретін мұғалімге алғысымды білдіремін. Саламатсыз, Нұргүл Қатырына. Бізде өзін басқару парламентінен алғыс айту күніне орай челлендж жүріп жатыр, және де сіз біреуге алғысыңызды білдірсеңіз. Жалғыз адамға ма? Жоқ, шексіз. Ең бірінші осы жарық дүниені сыйлаған ата-анама алғыс айтам. Мама, папа, сіздерді жақсы көрем. Оқушыларыма алғыс айтам. Біздің әрбір күнімізді қызықты осы оқушылар үшін ізденіп жүрміз ғой. Яғни осы оқушылар болмаса, бізде көп қызығушылығымыз, өзіміздің шығармашылық дамуымыз болмаушы еді. Және де мектебіміздің директоры Ернұр Аханұлы, сізге рахмет. Осы мектепте осы оқушылардың білім дамытуға, шығармашылық жетістіктерге жетуіне барлық мүмкіндіктер жаратып бергеніңізге және әріптестеріме рахмет айтқым келеді. Осындай ынтымағы жарасқан ұжымда жұмыс істегеніме рахмет. Жақсы көрем барлықтарыңызды. Сәлем, қай сынып оқушысың және аты жөнің? Сәлем, мен 10 сынып оқушысымын, аты жөнім Құлмағамбетов Ануар. Бізде өзін басқару парламенті алғыс айту күніне орай челлендж ұйымдастырып жатыр, және де сен алғыс кімге айтасың? Мен өзімнің биология пәнінен олимпиадаға дайындайтын Гаухар Отарбаевнаға алғыс айтам. Мені олимпиададан және басқа да пәндерден дайындаған үшін. Жақсы, рахмет. Өзін басқару парламентінің мүшелерінің атынан Әсем Қанатқызы, Амандық Ертай және де Руслан Ақталаховичқа алғысымыз шексіз.